Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмі тіл үйіретін кілегейлі соуста, яғни сливочный соусы жасалатын пастаны үйренеміз. Ең алдымен біз осындай дайындап алған лапшаны жақсылап суға қайнатып пісіріп аламыз. Ең алдымен лапшаны пісіріп алу үшін осылай қайнап тұрған суға тұз салып араластырамыз. Кейін лапшамызды салып, берілген уақыты бойынша пісіреміз. Піскеннен кейін оны міндетті түрде салқын суға салып, алып шығамыз. Кейін дәл видеодағыдай 2 ас қасық май құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Себебі жаңағы дайын болған лапшамыз бір-біріне жабысып қалмау үшін. Міне керемет, лапшамыз дайын болды. Ендігі кезекте жаңағы салмасын дайындаймыз. Ол үшін етті осылай дәл видеодағыдай турап аламыз. Пиязды да дәл видеодағыдай ұсақтап тураңыздар. Қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, жаңағы тауықтың етін жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай қызарып пісуі керек. Кейін дәміне қарай тұз саламыз және де қара бұрыш себеміз. Барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Тауықтың етін пісіріп алғаннан кейін осылай бөлек ыдысқа барлығын салып аламыз. Ыдысымызда егер май аз болса, аздап 2 қасық май құйып, тағы да пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Түбінде қалса, аздап тұз ештеңе етпейді, пиязымыз барлығын өзіне сорып алады. Сол үшін жақсылап осылай араластырып, пиязымызды қуыра беріңіздер. Пиязымызды осылай қойып жатқанда, біз саңырауқұлақты, яғни шампиньонды осылай турап аламыз. Достар, айтпақшы тағы да айта кететін нәрсе, шампиньонды жумаңыздар, себебі дұрыс қуырылмай қалады. Ол үшін міне сыртын жай ғана осылай пышақпен тазалап ашып аласыздар. Мен алдын ала тазалап алғам, сол үшін жай ғана сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне пиязымыз қуырылды. Енді шампиньонды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Осы кезекте сарымсағымызды осылай ұсақтап барлығын турап алып, табамызға салып, жақсылап қуырып аламыз 2-3 минут көлемінде. Дәміне қарай өзіңіз қарап көрерсіз. Аздап тұз сепсеңіз де болады. Тұзды көп сеппеңіз, себебі саңырауқұлақтың өзінің бір ерекше дәмі бар. Кейін қуырылған тауығымызды біріктіреміз. Және де 10%, немесе 20% сливочный соус құйсаңыздар болады, кілегей. Жақсылап бетін жауып, 12-15 минут көлемінде бұқтырамыз. Міне достар, соусымыз дайын.
ас болсын. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Өте дәмді, керемет болып шығады.